шешімге келейік жолдас. Әскереңдісіңдер. Мына шуылдақтардың от шытын шығарып. Неге сонша шулысың? Елдің басына неге орысқа келіп қойды? Орыстар жек көресің бе? Қазақстанда бірінші орында қазақ тұру керек. Дұрыс, бірақ өзің ойлашы. Біздерде Украинда, немісте, орыста, югославда бар. Бәрінің басында қазақ тұру керек. Қазақ! Сенімен сөйлесу қиын, сен мені естімейсің, өзіңді ғана естіп тұрсың. Жоқ, мына сіз мені тыңдамай тұрсыз. Неге онда Грузияда грузин, Түркменияда түркмен, Өзбекстанда рашидин, бізде неге долбин? Ол бұрын біздің жерімізде өмір сүрмеген. Бәріне соңғы халық қазақ па? Әрине жоқ. Республиканың басына қазақ келеді. Сендерге уәде берем. Қашан? Жуырда, енді көп қалған жоқ. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Құрметті ата-аналар, қонақтар және оқушылар, тәуелсіздік мерекесіне орай өткізіліп отырған тәуелсіздік ел ұраны атты мерекелік концертке қош келдіңіздер. Біз қазақ мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке кетпесін деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзасына жылқының қылын таққан елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзын ақтай білген елміз. Дос болғанға құшақ жая туыспыз, қас болғанға кесіп өтер қылышпыз.